балалар тұрмаған ба? Сабаққа бармашы ма? Тұрған, бағана тұрған. Айдана, Арман, болыңдар, шайларыңыз ішіңдер. Апа, әке, қайырлы таң. Қайырлы таң қызым. Ей, қайырлы таң қызым. Чайын шыға. Арман, бол сабағыңнан қаласың. Апа, ол әлі тұрған жоқ. Тұрмаған не істейін? Ай, балам. Арман. Ай, Арман дейін. Тұрын. Тұрсаң қаласың о сабағым. Туған жер тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сорамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сорамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Сен әлі киінбегенсің бе? Киінбеген еш? Не жүрсен мынау? Ой, мынаусын не? Жоқ, тынышталыңыздаршы, бірінші түсіндіріп алайын, сәл сабырға келіңіздерші. Қашаннан бері сабырға шақырып қалдыңыз? Әңгімені ашығып, бүгін мен сабаққа бармайтын болдым. Неге бармайтын болдың? Міне, Алматы облысы секундына 15-20 метр желдің ұйтқу қатері болуы мүмкін дейді. Отыр да, тамағын ішіп көп сөйлемейсіз. Заула желдің алдына түсті. Ұқтың ба? Қашан адам болады кесің, мә? Қалада жел болады дейді, қатты. Баяғыда ызғармен араласып жүріп оқығанбыз біз. Қалай апа, әдемі ме? Әдемі. Жолың ақшаң бар ма, қызым? Я, бар апа. Кешке дейін қызыңыздың қамын ойлай берейінші, ұлдың да қамын ойлап қойсаңыз болады. Ойлап қойдық. Мә? 200 теңге ғана ма? Босақ па? Енді сен көлікке мінбейсің ғой, мектебің жап-жақын. Әкең айтпақшы, желмен барып, желмен қойып білесің. Сабақтан қайтарда жел алдынан соқсашы. Болды, көп сөйлемей бар, сабақтан қаласың. Ай, не деген мылжың, а? Кімге тартқан бұл бала? Жөтеліп жүргендер ғана дәрігерге ал қалғандары театрға барады деген екен британ актері Алек Гиннес. Ендеше афиша айдарын... Сәке, сен бүгін жұмысқа бармайтын бедің? Барам түстің. Онда қалаға шығып таксилет қайтпадың ба? Бір-екі сағат айынсам, қаз кептенсі. Бүгін 19-ы? Боша не болып енді. Ертеңген 20-сы дегенім ғой. Бүрсігін 21, 22-сі, 23, 24, кете бередік сол. Мен соны айтып отырмын ғой. Ертең. Пәтердің ақысын төлейтін күн ғой. Қой, бүгін 19-ы ма не? Иә, 19-ы. Ертең 20-сы ма? Иә. Сен неге ертелік айтпайсың Құранда? Айттым ғой мен саған. Қашан? Бір апта бұрын, Талдықорғаннан тойдан кел жатқанда. Анау жол полициясымен дауласып тұрғаныңды айтып едім ғой. Құранда, сен де қызықсың. Енді сөйтіп полициямен әбігер болып жатқан кезде сондай әңгіме айтамадым. Енді есіме түскен сол болса қайтейін? Төлейміз енді.
Kulanda. Бергеш. Не оқып сәке? Отыршы. Мұндағы ақшалар қайда кеткен? Қайдағы ақша? Ол жерде ақша болса, ешкімнен сұрамай-ақ пәтер ақын төлеп тастамайын ба? Өткенде алып кеп бердің ғой мен. Одан бері қанша уақыт өтті сәке? Азық түлік алдық, анау-мынауға жараттық қой, жоқ қой. Азық түлік дұрыс қой. Ой, одан кейін де өткенде тағы кеп бердің ғой? Иә, кеп бердім, сөйтінде қайттан алдың ғой, көлігім бұзылып қалды деп, жөндеймін деп. Одан кейін ана көлігімнің сақтандыруы бітті деп тағы алдың. Иә, ана. Ой, онда сонда ақша жоқ па? Жоқ. Міне. Мына 20 мыңнан басқа жоқ. 20 мың дейді? Иә? Енді сонда 80 мың керек па бізге? Иә? Не істейміз енді? Не істеген енді бірдеме табу керек оны. Алло. Жанатбек қалайсыңдар? Үйдесің ба? Сен біздің үйге кеш, тездетіп. Ой, айтқанда бұл телефонмен айтылатын сөз емес. Келді көрсең, келсеңші, үйде күтіп отырмын. Тезірек кел, иә. Қарлығаш апай, сәлеметсіз бе? Қалайсыңдар? Жақсы. Төлетіңіз. Мына жақын маңнан өтіп бара жатыр едім. Соған пәтердің ақшасын ала кетейін деп кірдім. Дұрыс қой, дұрыс. Сәке? Сәке? Қарлығаш апай келіп тұр, сенімен сөйлесем дейді. Охо, Қарлығаш апай. Саламатсыз ба? Қалайсыңдар Сағатбек? Кірсеңізші. Жоқ, рахмет. Мына ертең пәтердің ақшасын беретін күндерің ғой, соны бүгін ағала салсам деп ем. Ол енді ертең ғой, Қарлығаш апай. Мен сізді бүгін келеді деп ойламадым да. Ертеңге дайындап қоям ғой, уайымдамасаңыз. Жарайды онда. Жақсы. Ертең. Иә, еш уайымдамаңыз. Иә. Чай ішпедіңіз ба? Ертең ішем. Жақсы. Асылхан 15 мың екен. Бермейді ол. Неге бермейді? Хабарлас, жағдайыңды айт, түсіндір. Сен қарсы сұрап атқан жоқсың одан, өзіңнің ақшаң сұрап жатсың. Ой, айтқам деймін, неше рет айттым. Талғат 12 мың, бұл да бере алмайды, жұмыссыз жүр. Ой, сен өстіп бар ғой, жұрттың көңіліне қара да жүр. Өмір сен осындайсың ғой, өмір демекші, өміржан бар ғой. Содан сұрасай. Ой, айтпақшы, өміржан бар ғой. Неге? Ой, ол жақсы жігіт. Айтса бол сөзінде тұрады. 40 мың алды ғой менен. Иә? Ассаламалейкум, я. Өмеке қалайсыңдар? Жақсы, иә, Сағатбек қой. Өздерің, үй іші, бала-шаға, жұмыс. Ай, бәрекелді. Со бізде, жыбыр. Жақсы. Қай жақта жүріп жатсың өзің? Ой, иманды болсын. Естімедік. Хабарласқанда сол аманшылықты біліп қояйын деп. Жарайды. Не болды, тыныштық па? Ой, ана бір жақындарымыз еді, құда болып келуші еді дейді, қайтыс болды дейді. Сояққа кетіп жатырмыз. Алмайды. Не деген адам мен? Дина қалай? Жақсы, шүкір, аман сен. Өздеріңіз қалайсыздар, жеңеше? Ой, біз жүрміз ғой сол. Сағатбек, ассалаумалейкум. Жанатбек қалайсыңдар? Жақсы, шүкір, аман сен. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, айбат, шай жүрсіңдер ма? Қалай жайша? Сіз өзіңіз хабарласып шақырдыңыз емес пе? Кел, үйге әңгіме бар деп. Соғын келдім ғой. Қызық екенсіз ғой. Айта беріңіз. Әңгіме болғанда, иә. Не әңгіме ол? Ол әңгіме болғанда былай ғой.
Мен анау жаңағы күланда А? бара тұршы. Хей, әңгімелесе берсеңдерші. Не болды? Күланда ер азаматтар үшін әңгімелесек деп отыр. Шыға тұрсыншы. Айт қой шыға тұр деп. Мә онда. Көріп тұрсың ғой, нан жайып жатырмын. Нан жай өзің. Қайным анау пияз турап, тұздық жасасын. Мен бара тұрайын. Асықпай әңгімелесіп алыңдар онда. Ой, бұл. Жай бар шағын. Не көп, бөлме көп қой, Жанатбек, жүр. Бұлай барып сөйлесеміз. Бірден мен айтшы, бірден мен айтшы. Жаңалысып тұрады екенсіздер. Шық дедік, шығып кету керек қой. Жағдайларың қалай? Жақсы? Өздеріңіз қайсыздар аға? Біз жақсымыз ғой, енді неге шақыртқанымды біліп отырсың ба? Білем аға. Қайдан білесің сен? Бағана қоңырау шалған кезде өзімді бірден түсінгем. Аға, шынымды айтайыншы, бұл жерде бар ғой, менің ешқандай да кінәм жоқ. Кім кінәлі сонда? Келіңіз, көп сөйлеп миды ашып жібереді аға. Айтпесе бәрі дұрыс. Сен не айтып кеттің өзі, Жанатбек? Аға, бұдан кейін бар ғой, қайталанбайды. Шынымды айтайыншы. Мен дұрыс түсінбей отырмын ба? Жарайды, мен бүгін ештеңе демей-ақ қойын саған. Былай ғой, жағдайың қалай өзі? Жақсы, шүкір, болады аға. Болады. Онда маған бір қарызға ақша бере тұрсаңшы. Ой, аға, қарызға ақша айтпайсың бұған беріне, мен оны соз бақтап, не қылып. Болды ғой, қандай әңгіме ол, міне келіңіз аға. Ешқандай да қарыз емес ол. Ұмытыңызшы қарыз деген нәрсені. Жоқ, мынауың ғой аз болады. Ой, мен де қызықпын. Болды. Әңгіме жоқ аға. Мынаны бар ғой, мен жол алып қылайын. Болды, ол қарыз, ешқандай да қарыз емес аға. Қалай жақсылығымыз өтіп жатыр? Жанатбек, сен мені дұрыс түсінбедің. Маған көбірек ақша керек болып тұр да. Қанша керек сонда? 80 мың теңге. 80 мың теңге ма? Аға, ондай 80 мың теңге, ондай ақша жоқ. Менде ондай шықпайды аға, шынымды айтайыншы. Ол неменеге керек болып тұр сонда? Ой, мына пәтердің ақшасын төлеуіміз керек қой, уақытысы келіпті ғой. Мынаның ақшасы келді ме? Апа, мен келдім. Келдің ғой, балам. Апа, айттың сабаққа бүгін бармай қойыншы деп, өздеріңізді түк қоярды қоймай жіберген. Не болып қалды? Бүгін әдебиеттен, тарихтан, қазақ тілден 5 алдым. Үш сабақтан 5 алдың ба? Я, Ой, алтыным. Менің балам 5 алмағанда, кімнің баласы 5 алады? апа, еттен жегін келіп тұр, біреуін беріңізші. Жейсің? Сен бірінші киіміңді ауыстырып келе, Иә. мен саған бір емес жарты кесет салып қоям. Үй, жарығым. Осындай баладан. Жанатбек, Аға, бергеш. Сен бір жолдастарың, бір бар шығар, бір 80 мың теңге тауып бере тұрсаншы. Бір аптада қайтарып берем деймін. жоқ, жолдастар, достар бар. Құдайға шүкір бар. Бірақ аға, білесіз ғой, қазір заманда ешкімде бермейді ғой ондай ақша. Енді
ой осы қиналғанда көтеріп алатын жанашыр достарым көп деп жатушы едім ғой. Көбі көп. Бірақ енді білесіз ғой, қазіргі заманда бермейді ондай ақшаны. Кім береді? Ешкім де бермейді аға. Ой, анау ауылдас біздің. Кім еді ана? Ой, анау момышұлынан барған кезде анау мейрамханасы бар, көлік жуатын жері бар, анау ағаш қоймасы бар. Кім? Кім еді? Тәттімбет аға. Тәттімбек ағаның баласы сенің сыныптасың емес пе? Иә, бірге оқығанбыз. Содан сұрай тұрсаңшы. Ой, аға. Ол бұл жақта тұрмайды ол. Астанада тұрады оның баласы. Астанада тұрады, иә. Айтпақшы, соның Тәттімбет ағаның туған қарындасы. Кім? Майра апай. Иә. Сіздің сыныптасыңыз ғой? Бірге оқымадыңыздар ма? Майра менің сыныптасым. Барған сайын айтып отырады. Сол кісіден сұрай салмайсыз ба? Ой, оған күйеуі бар ғой. Не болды? Сөйлестіңдер ме? Ой, сөйлескенде бұларда да жоқ. 80 мың теңге деген біраз ақша ғой. Не істейміз? Таңертең қожайын келеді. Білмеймін. Не істейміз онда? Ербол ағама хабарласып сұрайын ба? Қош Ербол ағаңды. Неге қош? Немене? Қашан көрсең кісі болып өзінше. Ой, Сағатбек, қош сені. Осы сені күйеу бала деп сыйлағаннан басқа ештеңесі жоқ қой. Осы менің бар ғой, төркін туралы әңгіме болса төбе шашың тік тұрады екен сенің. Қойшы күләнді, болды. Қашан піседі ме тамағың? Қазір пісіп қалады. Мен жұмыс жаққа барып келейінші. Бухгалтерияға барып жолығып, ақша жаздырып болайын. Беріп болатын шығар. Арман, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Болады, шүкір, аман сен. Ешкім тиісшірген жоқ па? Маған ба? Жоқ, маған кім тиіседі, сен де қызық екенсің. Дина жеңгем тиісшірген жоқ па деп. Неме дейді? Дина жеңгең неме дейді? Сен мынандай әдісті білесің бе? Мынандай әдісті біле. Қара, қолын былайына салдың, құлағынан ұстадың, болды, өмірі шықпайтын. Не дедің сен? Сен не дедің? Әзілдеп отырмын, аға. Қазір тұра тұр. Жеңгең хабарласып жатқан. Алло, ау жан, жақсы. Тұрады, қазір ұстамасам бір шашын біртіндеп жылам. Алло, ау жан. Жоқ ой, қайдағы қыздар, есің дұрыс па? Мен Сағатбек ағамдікіндемін. Болмаса сен де осында келесіз. Осында тамақ ішіп соң кейін жұмысқа шыға саласың. Ей, бергеші. Сен қашан келесің? Көзіңе қарап жүрсіз. Қарным ашып кетті, тағы қашан ішеміз? Сен бар ғой, Жанатбекесі немене құтырып кетесің? Тамақ ішкім кетіп тұр. Енді шыдасай, әкең келген соң ішеміз ғой. Сен де 11-ші сынып оқиды дейді. Ой, Арман, осы баланы, отыршы ан жерге шошаңдамай, отыршы. Не деген адамсың, Қазір ана әкең келгенде жыбырламай тыныш отыр. Әкеңнің көңіл күйі жоқ бүгін. Бостан бұтқа таяқ жеп қаласың. Не үшін? Әкем не болды? Анау пәтерге төлейтін ақша таба алмай басы қатып жүрген жоқ па? Сонда бізде мүлдем ақша жоқ па? Бар ғой, сол жетпей жатыр ғой. Сәке? Не болды, берді ме? Мыналар қайда кетті? Қайдан? Айлыққа бір апта қалды шыдаңыздар деп отырмын. Бере алмаймыз. Не істесе екен, Ой, бір апта күте тұрсын да, береміз ғой, айтсаңшы. Ұят болады ғой. Қарлығаш апай алдында есіңде ме? Ескертіп еді ғой. Ертең ол кісінің банкке несие төлейтін күні. Сонан кейін ғой әйтпесе.
Ой, қиналмайтын ем қой. Мүмкін Ербол ағама хабарласып көрсем қайтеді? А? Хабарласайын ба? Ербол ағам деп тек қоймадың ғой сен де. Хабарлас енді. Сөйтейін, е? Жарайды. О, Дина келді. Тілінді апай. Қайсыз? Жақсы, рахмет. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Төрлет. Арман, қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың? Тфәй, жаман емес. Түкірме біздің аулаға, мына жердің бәріне мен жауап берем. Әнім ренжімеш. Не болып қалды? Не үшін шақырдың? Не бүлдірдің тағы да? Ештеңе білдірген жоқпын, сөзін ашқа маған 20 мың теңге бере тұр. Арман, ренжіме. 20 мың жоқ қой менде. Онда сен біздің үйге күйеу алып болғың келе ме, болғың келмей ме? Маған бәрібір Айдыннан айта саламын, Дамир бір қызбен қыдырып жүр ғой деп. Саудан көтті ғой соны. Арман, қойшы. Өмір өсісің ғой сен. Не үшін керек ол ақша айтшы? Бір қыз мейрамханаға шақырайын деген едім, соған керек. Қыз деп айтпайсың ба? Осы екеуіңе бар ғой, 20 мың теңге көп емес пе? Айдан екеуміз қыдырған кезде 10 мың теңге былай жетеді ғой. Қысқасы 20 мың жоқ менде, бірақ 10 мың теңге берейін. Жете ма? Жетеді, рахмет, бірақ бұл жайында Айдана білмесін. Білмейді, уайымдама. Ешкімге айтпайсың ба? Жоқ ой. Басқа? Өзіңде не жаңалық? Сабаққа барып келем. Сәке, бағана Ербол ағама хабарластым. Не дейсің? Ербол ағама хабарластым деймін. Даусын бас. Жаңа Ербол ағама хабарластым деймін. Бере алмайым дейді. Ана бір құрылысының дүкен соғып жатыр ма, соның бітіре алмай жатыр екен. Айттым ғой, мен түк шықпайды сол Ербол ағаңнан. Айтпақшы, Дина мен Жанатбек 20 мың берді. Жанатбек 20 мың берді. Енді Енді 60 мың жетпей тұр ма сонда? Иә, жетпей тұр ғой. Сәке, мүмкін ертең ана үлкен бастығыңа кірерсің, а? Ой, ол басқа кіргенмен түсінікті ғой, ол бухгалтерияға жібереді, бухгалтерия бермейді. Енді бұлай жағдайыңды айтып түсіндірсең, түсінетін шығар енді, өзің де бастықпен жақсымын деп жүруші едің ғой. Жоқ, бастықпен ғой, былай жақсымын ғой. Онда ертең костюм шалбарым дайындашы мен. Қай костюм шалбарың кесің? Ана Айдана 11 бітіргенде алған костюм шалбарды ма, әлде анау Ербол ағамдар кигізген костюм шалбарды дайындайын ба? Ой, айтпашы Ербол ағаңды маған. Ана Айданаң 11-де бітірген. Жақсы. Апа? Жап есікті. Кіммен тығылып жүрсің? Сен екенсің ғой, Айдана. Үйдің иесі келіп қалған екен деп шошып кеттім бар ғой. Ой, кілттеп қойыпсыңдар ғой. Өз үйімізге өзіміз кірамайтын болдық қой.
Ой, қызым сен келіп алғансың ба? Яке жаңа ғана келдім, қалыңыз қалай? Сәке, не болды сонымен? Бардың ба бастығыңа? Әкем бүгін тым көңілді ғой. Ой, қызым мен ылғи осындай көңілді жүрем ба? Сәке, не болды енді бастығың не деді? Не болғанда шай қойсаңдаршы. Қоямыз ғой. Ой, қызық болғанда былай болды. Сұрадым ғой, мен айтайын. Жаңа жолға шығып бара жатсам, еңгезерде екі жігіт тоқтатады. Тоқтай салайыншы деп, тоқтап. Сөйтсем, маға бірінші Алматы жаққа барайық деп едік. Апарып тастайсыз ба деп. Жарайды, оны кейін айтасың ғой, бастығыңды айта берші. Жоқ, қызығын айтайын да. Сөйтіп екеуі бірінші Алматы деп, тауға қарап такси ұстап тұр ғой. Енді бірінші Алматы қай жақта, Алатау қай жақта. Ту, Сағатбек, не болды, а? Қойшы осындайыңды. Айтатын болсаң айтсайын, не болды? Жынды қылып отырсың мені? Нені жындық, не айтты? Енді айтпайсың ба айтады? Айтпасаң қой, мақыл айтпай. Жоқ онды, әдейілеп не істеп отырсың? Отыршы. Бардым бастыққа. Бастық жолықтым. Коттеджде тұратын болдық қой. Коттедждесіз. Қалай? Қалай, солай. Бастық мені білесің ғой, жақсы көретін. Сағатбек аға сізге абдан үйреніп аппын. Жарты жылға шетел кетіп бара жатыр екен. Бала шағасымен. Сол үйді өздеріңіз қарап тұрсаңыздар. Тегін дейді. Қойшы. Тегін 6 ай. Ал, қалай, коттеджге тұруға дайынсың ба? Дайынсың ба, сүйіктім? Ертең көшеміз, дайындал. Ертең көшеміз. Сағатбек сен әлі білмейді екенсің. Сені ғана таңдадым, тағдырыма бір болу бақыт екен, сүйіп өтем сені ғана таңдадым, тағдырыма бір болу бақыт екен, сүйіп өтем сені. Сені ғана таңдадым,